Дауыл Американы талқандап жатыр. Онтарио және Квебек провинцияларының оңтүстік аймақтары жойқын дауылдың эпицентрінде болды. Дауыл фронты үлкен Торонто аймағынан созылды. Дауыл Онтарио бөлімінің жағасында ең күшті зарядтармен құлады. Дауылдың зардаптары арасында ғимараттардың шатыры мен жабынның жыртылуы, электр сымдарының үзілуі бар. Сынған немесе құлаған ағаштардың саны әлі есептелген жоқ. Мысалы, тек Бруклинде дауыл соққан 10 шақты ағашты тамырмен жұлып, жол белгілері мен билбордтарды майыстырып зақымдаған. Белвиллде біршама ауыр. Ол жақта шатырлардың бүлінгені, жолдар мен жаяу жүргіншілер жолын жауып кеткен көптеген қоқыстар туралы хабарлар бар. Адамдарға келетін болсақ, жұма күні таңертеңгі жағдай бойынша зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ.